Жанболат мырза кеше өзі айтқан акциясына өзі келмей, жауапкершіліктен қашты. Шабармандарын жіберіп қойып, өзі көлігінде отырып сырттан бақылады. Еш жерде жұмыс жасамайды, соған қарамастан зәулім биік үйлерде тұрады. Әдемі өмір сүреді. Бұған ақшаны қайдан алады? Мамай ұры! Мамай мырза, мынау сізге біз сияқты активистердің алдынан садақа қайыршысы қабыл алыңыз. Мамай қайыршы, мамай бишара, мамай қайыршы. Мә, достар, мынаны қараңыздар. Қазір сіздерге алайық. Жанболат мамайдың үйін көрсетем. Мына биік заборды көріп тұрсыздар ма? Осы үйде тұрады Жанболат мамай мен отбасы. Мә, мына забордың өзі 10 миллион теңге тұрады ғой. Ақшам жоқ деп жылайды да жүреді жұрттан садақа жинап. Сол мамайдың үйі осы. Өзі де, әйелі де жерде жұмыс істемейді. Бірақ осындай дворецте тұрып жатыр. Сізбен біз бұндай үй салу үшін 70 жыл жұмыс істеуіміз керек шығар.